мәселе қайсы дұрыс, қайсы бұрыс, қайсы әділетті. Кез келген еңбек ақы төлену керек. Төленбеген ақы ол қанау. Біз айтамыз ғой, құлдық жоқ бізде деп. Құлдық бар. Құлдық бар. Келіндер тұрмыстағы құлдар, күндер, иә. Қазбек би айтып кеткен, ой, ұлымыз құл болмасын, қызымыз күң болмасын деп, әлі бар. Қазақ қыздары күң болып жүр, жай ғана басқа атпен. Келін деген. Просто оның атын ауыстырғанда келін деген сияқты, типа мәртебе сияқты да. Иә, статус. Ол бірақ құлдық. Оны мен айтсам, мені осы подкастты өтініш, осы подкастты қырқып тиктоктарға салып әбден бізді жамандаңдаршы, жақсы көрем. Біз құлдықта емеспіз деп па, құлдықта босаймыз деп. Мен хейт оқығанды жақсы көрем, Әйгерім. Ол көрсеткіш қой. Мен жақсы көрем хейт оқығанды. Мен жылайтын бұрын, қазір күлетін болдым. Мен күлмеймін де, мен жақсы көрем. Өйткені хейт, ол жаңағы бірінші отрицание бар ғой. Иә. Кетті, уже процесс пошел. Ертең торг болады, депрессия болады, сосын қабылдайды. Иә, ертемен кешпей қабылдайды. Қабылдайды.